Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен скумбрия балығын духовкада пісіретін боламыз. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен балығымызды жақсылап тазалап аламыз. Мен барлығын ішін тазалап алдым. Енді сыртындағы осындай артық жерлерін қайшын көмегімен барлығын алып тастайтын боламыз. Балығымызды тазалап алғаннан кейін дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп шығуға болады. Қалауларыңыз бойынша кеспесеңіз де болады. Өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Мен осылай барлығын кубиктап етіп кесіп алдым. Енді соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге соевый соус және майонез, тоз бұрыш, дәміне қарай өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Барлығын қосып жақсылап араластырып аламыз. Картопымызды алдын ала пісіріп алдым. Осылай піскен картопымызды духовкамыздың табағына перманент қағазымызды төсеп саламыз. Одан кейін барлық көкөністерімізді қойып шығатын боламыз. Қызанақтарымызды, пиязымызды барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын арасына салып қойып шығамыз. Дәміне қарай бетіне тұзымызды, бұрышымызды сеуіп шығамыз. Енді көкөністеріміздің үстіне балықтарымызды қойып шығамыз. Бетіне дайын болған соусымызды жағып, барлық жеріне сіңетіндей арасына кіргізіп, барлығын жағып шығатын боламыз. Енді бетіне лимондарымды қойып шықтым барлығын. Одан кейін духовкада 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алдым. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді ерекше болып шықты. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 35-40 минут көлемінде пісіп шықты. Балығымыз өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.